Баршаңызға сәлем бердім. Мен бүгін сіздерге оңай жасалатын ерекше тағамның рецептін ұсынамын. Ең алдымен жылы суға тұзды, дрожжды салып араластырамыз. Одан кейін кішкене сұйық майды құйып араластырамыз. Содан соң ұнымызды салып қамыр илейміз. Барлық ингредиенттердің толық құрамын видеоның описаниясына жазып қалдырамын. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Ең алдымен оның жарты бөлігін салып илейміз. Осылай сұйық күйде болған кезде бірнеше мәрте жақсылап илейміз. Сол кезде біздің қамырымыз жылдам көтеріліп ашитын болады. Одан кейін оның қалған бөлігін салып, қолға жабысатындай жұмсақ қамыр илейміз. Ең соңында сұйық майды құйып, тағы да бір рет илеп жібереміз. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін пакетпен жауып, сыртынан матамен ораймыз. Енді осы қамырды ашып көтерілгенде 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағатта осылай ашып көтерілсе, енді біз тамақтың салмасын дайындаймыз. Ең алдымен пияздың сыртын жақсылап ашып жуып аламыз. Содан кейін видеода көрсетілгендей ұсақтап тураймыз. 40 қабатты да ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Туралған пияз бен 40 қабатты ыдысқа салып, үстіне 2 шай қасық тұзды салып, осылай қолымызбен жақсылап мұжамыз. Тартылған етімізді саламыз. Тартылған еттің үстіне 1 шай қасық бұрыш саламыз және ұсақтап туралған сарымсақты қосамыз. Барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Тамақтың салмасын дайындап болғаннан кейін үстелдің үстіне аз ғана сұйық майды сүйіп, қамырымызды бір қайтара илеп жібереміз. Енді осы қамырды бірнеше ұсақ бөліктерге бөлеміз. Қамырды көз мөлшерімен бөлуге болады. Мен барлық қамыр тең болу үшін таразының көмегімен бөлдім. Қамырды 80 мен 90 грамның арасында өлшеп аламыз. Өлшеп алған қамырды осы видеода көрсетілгендей етіп дөңгелетеміз. Міне барлық қамырларымызды осылай дөңгелетіп алғаннан кейін енді қамырды жайып бастаймыз. Қамырды қатты қалың немесе өте жұқа етіп жаймаймыз. Осы видеода көрсетілгендей орташа қалыңдықта жаямыз. Салмасын көбірек сала беріңізді, өйткені ашыған қамырдан дайындалғандықтан құр қамыр жеп отқан сияқты болып қалады. Пиготиді өз қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Мен осылай өріп түйдім. Жай ғана бір-біріне жабыстырып шықсаңыздар да болады. Екі шетін осылай басып жіберсеңіздер, пиготидің формасы томпақ болып әдемі болып шығады. Барлық пиготилерді түйіп алғаннан кейін манты пісіргіштің ыдысын жақсылап майлап аламыз және пиготилерді осылай бір-біріне алыс орналастырамыз. Қайнап жатқан судың үстінде 35-40 минут пісіреміз. Тамағымыз піскенше сәбізден салат дайындап қоямыз. 600 грамм сәбіздің сыртын ашып, жақсылап жуып, үккіштен өткіземіз. Одан кейін пияздың сыртын ашып, видеода көрсетілгендей ұсақтап тураймыз. Қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Енді осы қуырып алған пиязды үккіштен өткізілген сәбіздің үстіне қосып, чим-чим дәмдеу үшін қосып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Міне сәбіз салатымыз дайын болды. Оны тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Міне біздің пиготиіміз де дайын болып қалыпты. Осылай үрленіп өте дәмді болып піседі. Енді оны ыдысқа салып, бетіне бағана дайындалған сәбіз салатымызды салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.